достар, қайырлы күн. Көңіл күйлеріңіз қалай сіздердің? Менің көңіл күйім оң, керемет, тамаша. Басқаша болуы мүмкін емес. Өзімнің көңіл күйімді, өмірімді жасайтын тек қана өзім. Сіз қандай өмір сүргенді қалайсыз, айтыңыздар? Қандай өмір сүргілеріңіз келеді? Қандай өмірге лайықтымын деп ойлайсыздар? Дәл сондай өмірді сүруге болады. Сіз өзіңізбен жұмыс жасағанда ғана, өзіңіздің ішіңізбен, нағыз өзіңізбен жұмыс жасағанда ғана, нағыз ішіңізді, өзіңізді, табиғатыңызды түсінгенде ғана сіз өз өміріңізді жасау жолына шығасыз. Біз өмірімізді әке-шешеміз жасайды, тағы басқа адамдар, жолдасымыз жасайды, қоғам жасайды деп ойлаймыз. Бұлай емес. Өзімізді жасайтын тек қана өзіміз. Ол үшін біз өзімізді сезініп білуіміз керекпіз. Ішкі жан дүниемізді түсінуіміз керекпіз. Табиғатымызды түсінуіміз керекпіз. Өзімізді сезініп білгенде ғана біз өз өмірімізді жасауға кірісеміз. Өзімізді сезінгенде ғана біздің қабілетіміз қандай нәрселерді жақсы көреміз. Өзіңізді сезінгенде ғана сіз өз сөзіңізді айтып білесіз. Өзіңіз қандай нәрселерге қабілетіңіз бар, қандай жұмыс жасағанды жақсы көресіз. Солай өзіңізді түсініп, өзіңізді жеңіп, барлық сұрақтарыңызға жауап алатын боласыз. Сол кезде жақсы өмірді сүріп, жетістіктерге жетіп, өзіңіздің қалайтын өміріңізді өзіңіз жасап аласыз. Қайталап айтайыншы. Ол үшін сіз өзіңізді түсінуіңіз керек. Ішіңізбен, ішіңіздің жан дүниеңізді түсініп, сезінуіңіз керек. Үлкен арман мақсаттарын жазып тастаңыз. Соған жету жолында, тіп-тіке соған жетіп бару жолында жұмыстанасыз. Күнделікті мақсат қойып отыру арқылы. Ертең осы нәрсені жасаймын, арман мақсаттарыма жетемін деп негативке жоламайсыз. Осылай стресс, депрессиядан шығасыз. Жақсы көңіл күйіңізді жасау арқылы, тек қана позитивте жүру арқылы біз ойымызбен өзіміздің өмірімізді жасап аламыз. Қандай өмірді қалайсыз? Ең бірінші оны ойыңызға жазыңыз, сезініңіз, қалаңыз. Өз өміріңізді жасайтын тек қана өзіңіз. Сондықтан да бүгіннен бастап, қазірден бастап өз өміріңізді жасауға өзіңіз кірісіңіз. Ешкім келіп сізге оны жасап бермейді. Қандай өмірді қалайсыз? Артқа шегінбеңіз, біреуге, басқа адамдарға байланбаңыз, тек қана өзіңізге байланыңыз, өзіңіздің ішкі қабілетіңізге.